Знаменательным событием в культурной жизни республики Нұрсұлтан Назарбаев туралы «Жылдар мен ойлар» кітабының шығуы мәдениет саласында үлкен орын алады. «Жылдар мен ойлар» и «Времена и думы». Идеяның авторы және ірі баспа басшысы Эленора Баталова осы кітап туралы айтқанда қатты толқиды. Ол елбасының жолдауларын бар ықыласымен тыңдап, өзіне ұнаған ойларын жазып алған. Ол лидердің қашанда бірге, қашанда алда атты жолдауындағы бөлімнен цитата келтіргім келеді. Әр күннің жаңа дүниемен толығатын, әлемде әр жасаған ісіңе есеп беруің керек. Тіпті әрбір күннің аты, әрбір туылған айдың өзінің жауабы болады меніңше. Жаңа басылым президенттің жазған кітаптары мен мақалаларынан айтқан ойлары, нақыл сөздерінің жазбасы болып табылады. Баспашылар барлығын бір тақырыпқа біріктіруді көздемеген. Алайда президенттің шығармашылық жолындағы әрбір кітапта ортақ тақырып байланыстырады. Бұл елдің құрылуы мен дамуы және әлем сахнасындағы алатын орнын қамтиды. Кітап жазушылары біздің көшбасшымыз қарапайым отбасынан шығып мемлекеттік қайраткер және әлем деңгейіндегі саясаткер болғаны, оның философиялық ой-пікірлерінің тереңдігін бейнелеуді көздеген. Эленора Баталова кітапты жарыққа шығару ойымен президент аппаратына өтінішпен барады. Аталмыш орган бұл ойды мақұлдағаннан кейін отандық таңдаулы суретші, дизайнерлер, редакторлар, полиграфистер жиналып, үлкен шығармашылық жұмыспен айналыса бастайды. Мы для создания этой книги использовали мировой опыт дизайна и стиля. Кітап дизайнын құру үшін ең жақсы материалдарды таңдадық. Шығыс және классикалық батыс стильдерін ұстандық. Бұның барлығы еңбекпен жасалған жұмыс. Біз ұлттық өрнектерімізбен Астанамыздың архитектуралық жәдігерлерінің эскизін қолдандық. Астана елбасының өз қолымен тұрғызған қаласы ғой. Тіпті баласы десек те болады. Эскизы архитектурных памятников столицы, ведь Астана – это детище нашего главы государства. Бас редактор Альмира Сужикованың айтуынша, бұл шығарма жан-жақты зерттеліп, көпшілік қауымға арналған еңбек. Бұл кітапты шығарған кезімізде біз 3 нұсқаны әуелі ұсындық. Ол нұсқамызды біздің президент әкімшілігі қабыл алды. Ол бірінші эксклюзивтік. Шетелден келетін қонақтарға қолжетімді мектеп кітапханаларына алуға болатын сондай үлкен таралыммен шыққан нұсқасы. Кітап 16 000 данамен шығып 14 тараудан тұрады. 358 беттен құралатын қазақ және орыс тіліндегі шығарма Нұрсұлтан Назарбаевтың саяси, ғылыми және публицистикалық еңбектері негізінде алынған. Бұл басылымның мәні мен мағынасы зор. Сонымен бірге аталмыш кітап адамды рухани байытып, ғылыми ағартушылық өрісін кеңейтеді. Сондай-ақ тәрбиелік маңызы да мол. Осы орайда Қазақстан президенті кеңесінің басшысы Махмуд Қасымбеков өз пікірін былай білдірді. Предыдущие 4 книги президента, они быстро разошлись. Президент туралы жазылған 4 кітаптың 4-еуі де таралып кетті. Олардың барлығы дерлігі оқырман қауымына арналған. Ал бұл 2 кітапты біз көп таралымды болып шығардық. Олар алдымен орта және жоғары оқу орындарының кітапханаларына бергенді жөн көрдік. Содан кейін еркін сатылымға шығарылмақ. В школьные библиотеки, студенческие библиотеки, кроме этого, будут в свободной продаже. Шығармадағы басты мақсат мемлекет дамуында үлес қосқан саясаткерлер мен басшылардың салиқалы ойларын кейінгі өсіп келе жатқан жаңа буынға жеткізу. Сондай-ақ әлемдік үлкен тәжірибелер, өзекті мәселелер кезіндегі дұрыс шешімдерді қабылдау кезіндегі баяндау болып табылады. Бұл кітап жеңіл оқылады. Онда адам санасына түйетін ойлар мен пікірлер, қысқада нұсқа айтылған ойлар мен Қазақстанның аз уақытта дара мемлекетке айналғандығы, тәуелсіздікке қол жеткізген сүрлеулі қиын жолдардан өткендігі сипатталады. Ал сондай сарабдал жетістікке жеткізген елбасының көреген саясаты баяндалады. Думаю, эта книга достойный ответ нашего издательства. Менің ойымша, бұл кітаптың біздің көшбасшымыздың бәсекеге қабілетті, сапалы, бірегей және инновациялық өнім жасау үндеуін дәріптейді. Біз келешекте осындай еңбектерді шығарып, мемлекетіміздің беделін көтеруге атсалысамыз. И мы дальше будем издавать книги и посредством книги укреплять имидж нашего государства. Егеменді еліміздің жүріп өткен жолдары мен халқымыздың басынан кешірген замандарды бейнелейтін еңбек өскелең ұрпаққа мұра болып қалары да сөзсіз.